Саламатсыздар ма, құрметті аңшылар қауымы? Менің аты жөнім Мусин Талғат Отарбайұлы. Мен Табиғат атты аңшылар және аңшылық шаруашылықтары бірлестігінің республикалық ассоциациясының мүшесімін. Табиғат ассоциациясының республикалық деген статусы бар және биылғы жылы мемлекеттік аккредитациядан өтті. Яғни біздің ассоциация аккредитацияланған республикалық ассоциациялар қатарына жатады. Бұл дегеніміз не? Біріншіден, біз аңшылық жүргізу және аңшылық шаруашылықтарын дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу құқығына ие болдық. Айта кету керек, осы уақытқа дейін біздің ассоциация басқа да қоғамдық бірлестіктермен бірлесе отыра аңшылық және аңшылық шаруашылықтарын жүргізу жөніндегі заңнамалардың уақыт талабына сай жаңа жобасын дайындап, қабылдау жөнінде құзырлы органдарға өз ұсыныстарын енгізген болатын. Қазіргі уақытта экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінде осы ұсынылған жоба талқыланып қаралуда. Оның жұмыс тобы құрамына біздің ассоциацияның бірнеше мүшелері мен ассоциацияның басшысы Жұмалиев Қажым Махамбетұлы кірді. Сондықтан алдағы 1-2 жылдың ішінде қолданыстағы заңнамалар мен ережелерге Қазақстанда аңшылық және аңшылық шаруашылықтарын жүргізуді алға бастыратын оңтайлы өзгерістер мен нормалар енгізіледі деген үміттеміз. Бұл бірінші. Екіншіден, ассоциация аңшыларды аңшылық минимумға оқыту және емтихан қорытындысы бойынша аңшы куәліктерін беру құқығына ие болды. Осыған байланысты ағымдағы жылдың маусым айынан бастап біздің мамандар жаңа оқу бағдарламасын әзірлеумен айналысып жатыр. Жақын арада дайын болады, ол туралы біз өздеріңізді хабардар етеміз. Біздің жоспарымыз бойынша алдағы уақытта ассоциацияның барлық филиалдарында аңшыларды оқыту, мынандай аңшы куәліктерін табыстау үшін емтихан алу жұмыстары басталады. Сонымен қатар аңшыларға аңшы куәліктерін жоғалтқан немесе мерзім өтіп кеткен жағдайда оны қайта жаңартуға мүмкіндік туады. Өздеріңіздер білесіздер, Қазақстанда аңшы куәлігінің мерзімі 10 жыл. Міне осындай жаңалықтар. Біздің пабликке жазылыңыздар. Алдағы уақыттарда өздеріңізді біздің ассоциацияның ұнамды ұсыныстарымен, жағымды жаңалықтарымен үнемі хабардар етіп отырармыз деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет, аман, сау болыңыздар.